Дорогие болельщики и фанаты Лиги Октагон, вот мы и подошли к главному поединку турнира Октагон 89! Бой за вакантный титул Лиги Октагон в полулегком весе. В синий угол клетки приглашается боец из Таджикистана Мухипшо Гулава. Статус претендента. По большому счету, в этой весовой категории очень мало кому можно предложить пояса, точнее статус претендента. Но у Мухипшо, по крайней мере, есть 2 победы в лиге в этой весовой категории. Итак, Мухипшо уже в октагоне, но мы ждем его оппонента Данияра Онгара. В красный угол клетки приглашается боец из Казахстана Данияр Онгар! Отточить, найти свой стиль, самое главное. Ну и так у него он уже имелся. Просто там ребята, бойцы, спортсмены помогли ему все-таки довести все это до идеала, скажем так. Ну и как раз таки итог этой взаимопомощи от файтеров из Кыргызстана, от споров в Кыргызстане, это и есть статус хедлайнера сегодняшнего турнира, статус претендента сегодняшнего ивента, ну и возможность стать чемпионом. Они у него имеются, Данияра Онгара. Все готово к началу мейн-ивента, главное событие вечера. Внимание на экран. Напоминаю, это Октагон 89. На кону стоит вакантный пояс чемпиона лиги. Мы переходим к представлению пары бойцов главного боя вечера турнира Октагон 89. В синем углу клетки бойцу 26 лет, его рост 181 сантиметр. В его активе 8 побед, 3 поражения, вес 65,8 килограмма, стиль бокс из Таджикистана Мухипшо Гулава! В красном углу октагона его оппонент, бойцу 26 лет, его рост 175 сантиметров. Профрекорд 11 побед, 3 поражения, вес 65,8 килограмма. Стиль ММА из Казахстана. Қарсалыңыздар Данияр Онгар!
6 раундов по 5 минут. Ваш рефери Бауржан Джуманов. Бойцы, поприветствовали. У вас титульный бой. 5 раундов по 5 минут. Слушаем мою команду внимательно. После команды «Стоп» прекращаем все действия. Покажите красивый, честный бой. Удачи! Октагон 89 турнирінің басы жекпе-жек. Құрметті көрермен, вакантты титулға жекпе-жекке Тәжікстан және Қазақстан жігіттері шығады. Мұхипшо Гулобов лига аясында кезінде біраз бой көрсетіп үлгерген жігіт. Және Данияр Оңғар. Первый раунд. Бұл 5 раундтық жекпе-жек екенін естеріңізге салайық. Сәл бойшаңда. Гулобов төл спорты бокс, бірақ күрестен әжептәуір хабар бар. Бұған біздің көзіміз жеткен лига аясында жекпе-жектер. Оңғардың күреске салатынын барлығы да біледі. Гулобов та, Оңғар да жанкүйерде. Да, безусловно, с точки зрения спортивной составляющей очень высокого уровня поединок. Иә. Ждет главное событие вечера. Ну и поэтому неспешное начало, как говорится, это не рейтинговый бой. 5 раундов, дистанция длинная, плюс статус поединка, не забывайте. Иә, екеуде іштей 5 раундқа дайындалып отырған болуы керек. Гулобовтың соққыларына қарағанда Оңғарды өзінен алшақ ұстағысы келеді. Для Данияра, если я не ошибаюсь, это первый титульный поединок в карьере. А вот для Гулобова опыт такой имелся у него. 5-раундовый опыт. Торға жақындатты, демек қазір күресуге тырысады деген сөз. Кажется, Гулобов сам понимает, Мұхипшо и сразу же в первую цель здесь. На сближение, конечно, больше отработал этим оверхендом. Оңғар. Белден төмен кетті, соққы. Абырой болғанда, айтарлықтай ауыр соққы емес қазір. Сәл алтына келіп алғаннан кейін Оңғар жекпе-жекті жалғастыруға дайын болады. Қарапсақ. Дәл осы сәтте болған екен. Ну да, было попадание, видно, что на повторе. Четкое попадание в пах. Ал жекпе-жекті жалғастырамыз. Ашықтық сәл кедергі, бұл жерде Оңғарға. Бойшаңдау, жақындап отыруға тура келеді. Тағы да біртіндеп. О, первый клинч. Неожиданно пытался развернуться. Мұхипшо своего оппонента к сетке. Мұхипшоның өзі күреске бас салған ұрзық болды, көрейік. Торға қарсыласты тіреген Оңғар позицияны ұтып алған. Бірақ әзірше міне енді аяқтан туған Оңғарды көріп отырмыз. Бір аяқтан алды. Продолжает также прессинговать своего оппонента. Он все-таки Оңғар көтеріп алуға бір талпынып көрді. Өте бойшаң, көтергеннің өзінде де енді. Аяғы ұзын қарсыласы. Біраз тұрады, міне қорғандыққа шықты. Бермеді көз. Гулобов. Әзірше қашықтықты сақтады. Екеуі де обоюдно. Жақсы комбинация отработал. Таза бір, классикалық, бір боксшының мәнеріне қазір. Және бәрі дөптейді үш соққы қатарынан. Ну, опять-таки, видишь, эти удары были только лишь маскировкой главной цели работы сетки. Может быть, если бы наоборот от бокса работал бы Данияр, как бы по-другому зашла бы эта комбинация.
Торға тіреді, бірақ екі қолмен қармап ұстап алғанына қарағанда, иә, қорап ұстап алғанына қарағанда қазір, иә, тейкдаун көздеді, өзіне қарай тартып қарсыласты. Торды қолданбай тейкдаун жасауға тырысты. Бапкерлері қатты белсенді болудың қажет жоқ екенін айтып отыр бұл жерде оңғарға. Иә, ең бастысы белсенді болып қарсылас торға тіреп ұстап қалсаң жеткілікті деп жатқандай. Тем временем меньше минуты первого раунда остается. О, бар тейкдаун, қараңыздар, а! Пытается отключить ноги своего оппонента Оңғар. Иә, бірден аяқ және алды да екі аяқты орап алды. Көрейік. Раундтың соңында өте маңызды тейкдаун. Раунд бұл тейкдаунның арқасында Оңғарға кетуі әбден ықтимал. Вот примерно вы, я думаю, понимаете план поединка Данияра Оңғара. Иә. Главное, чтобы вам хватило сил продолжать в таком темпе на протяжении всех 5 раундов. Енді төртеуі қалды. Раунд аяқталды және бұл раунд әрине Оңғардың еншісінде кетеді. Гулобов әлі толық қосылмағандай болып көрінеді шыны керек. Уважаемые секунданты, освободите клетку. Екінші раунд. Барлығы дайын. Ау кеттік. Гулобов бірден ортадан жұмыс жасауға тырысады әрине. Бірінші раундқа қателігі торға қатты жақындауда. Калфкик. Тағы да әдетіне басты. Гулобов торға тым жақын және енді күрес тіпті көбейетін сияқты бұл жекпе-жекте. Иә, міне, бар тейкдаун. Ну, Ильичев примерно понимал, что его ждет в этом поединке. Иә, бірақ тейкдаунның жалғасы жоқ, иә, әзірше. Тамаша қазір. Бой ұзындығы, иә, қаншалықты көмек беріп тұр бұл жерде бұл Да, за счет размаха ног, длины ног точнее. И стоит на своих двоих. Мухибжо голову. Стомп-кик. Бапкерлерінің нұсқамаларын толықтай орындап отыр. Болмады бұл жерде. Қарсы тәсіл қолданбақшы болды Гулобов. Аяқтан іліп алып. Да, вот, к этому стилю вот Данияру добавить еще submission grappling. Я думаю, что фанатов у Данияра было бы еще больше с таким стилем. Иә. Ол да бар. Әзірше, иә, сабмишнның шеті де көрініп тұрған жоқ бұл жерде. Иә. Оңғардың мақсаты позиция. Проблемы здесь возникли у Данияра, обратите внимание, гематома, кажется, уже. Бірінші раунд левого глаза, да? Кейін болған, қазір тіпті қиындап жүрген сияқты. Гулобов как раз таки бокс. Міне осылай Возможно, отырып ал, қараңыздар. Гулобов қазір көзді қызартып жіберген, кем дегенде, иә? Да, вот небольшой амплитуды удары, которые, если с каждым раундом состояние глаза будет только ухудшаться, здесь, конечно, врачи могут вмешаться в поединок. Поэтому далеко лучше не доводить Данияру. Маша, оу, өте әдемі тейкдаун. Қайрадан позиция айтады, бірақ бұл жерде керісінше көп күшке тұрып атқаны Оңғардың өзі сияқты, қалай ойлайсыз? Ойынды алды Гулобов. Да, много всего тратит, безусловно. На контроль, на тейкдаун, на работу у сетки. В целом, вот, Данияра Оңғара, возможно, именно его навык работы
у стены, скажем так. И на wall wrestling, или как он называется правильно, в мировом международном ММА, вот этот аспект смешанных боевых единоборств, он, конечно же, возведен в абсолют, скажем так. На мой взгляд, в полулегком весе ему, возможно, нет равных в этой работе. Но дальнейшего, к сожалению, нет вот развития. Міне соққы кете бастады. Осыны талап етіп жатыр негізі бапкерлері. Да, надо добивать, надо наносить удары. Енді соны түсіне бастағандай, иә. Бірақ соққы жасайын десе, Гулобов аяққа тұрып кетіп жатыр. Тағы да. Так, казалось бы, Данияр контролирует своего оппонента, но урон получает именно в этой позиции не Мухипшо, а сам Данияр. Ол да бар. То есть невозмутим, кстати. Гулобов, чтобы не происходило, обратите внимание, не паникует, просто отбивает. Қабағын жарып жіберді ғой, иә? Также глаз. Даниярдың сол жерден қайта салып жатыр соққылар. Мне даже кажется, там не рассечение, там просто вот он набил слева. Енді оны толық аяққа Большую тұрған шишку, кезде скажем. көреміз. Енді әзірше Да, здесь непонятно. қиын, иә? Видно, что вот кровь идет. Видно, что опух левый глаз. Отырып алып әйтеуір салып жатыр. Тактиканы өзгерту керек шығар бұл жерде. Оңғарға Да, можно от бокса поработать в первых раундах, затем уже последних включить борьбу, возможно. Тағы аяққа тұрған көрейік. Тейкдаун болады ма әлде раундтың соңына дейін осы жерде ұстап тұру. Жоспарым. Данияр Оңғардың. Иә, төрешілер бұл жерде қандай қорытындыға келесін айту қиын. Ошибается Данияр, чуть было не запустил своего оппонента. Full mount. Асласының астына алып қойды шаққа. Да, такого габаритного Мухипшо будет сложно, конечно, сбросить с полного маунта. Мойынды алды ма, бірақ барлығын көріп тұр, өте тәжірибелі жігіт. Қылқындыруға асықпайды әрине, уақыт жетпейтінін біліп тұр. Ну, получается переломить ход поединка, кажется, у Мухипшо. Но вот это, конечно же, рассечение беспокоит меня лично. Возможно, это станет проблемой серьезной для Данияра Оңғара. Уважаемые секунданты, освободите клетку. Жекпе-жектің қақ ортасына келіп қалдық. 5 раундтың үшіншісі. Кеттік. Барлығы дайын бұрышында да, Оңғар қайтып жатыр. Жақын келтіру керек. Жата берудің қажеті жоқ. Тек қана ұстаудың қажеті жоқ екен. Барынша жеткізуге тырысып отыр енді бұрышында. Міне, енді ойнана бастағандай, Гулобов. Осыны күткен сияқты өзде. Да, мне кажется, концовка второго раунда повлияла на уверенность Мухипшо. Он понял, что может противостоять борьбе, может конкурировать, скажем так, Иә, және в партере. күресте де бірдеңе сезгендей болды, иә? Екінші раундтың соңына қарай. Сондықтан қазір шынымен де жекпе-жек өрнегі өзгере бастауы әбден мүмкін. Дистанции на руках здесь. Гулобов атакует. Я только сейчас заметил, что Мухипшо очень здорово слажен для полулегкой весовой категории. Обратите внимание, что и рост есть, и размах рук неплохой, и длина ног позволяет работать в стойке. И как раз таки длина ног и помогает ему стоять на ногах, кажется, в борьбе.
иә оңғар біраз ойланып қалғандай иә қазір. Да, вот ищет моменты, кажется, для прохода, для сближения. Не істесем екен дегендей иә. Жап. Ну, Мухидшо очень опытный файтер. Был он в глубоких темных водах своей карьере. Он защищал даже пояс, после как выиграл его в одной из организаций в России. Иә, бүйірден соққы кетті, оңғардың орындауында. Тағы да бір қайталап көрмекші. Бой шаңдау, иә, сондықтан аяқта тұрып айқасу оңай емес оңғарға. Қарсыласы бой шаң. Ол аяғы ұзын өзіне айтқандай. Мне кажется, как раз таки самая главная проблема сейчас для Данияра Оңғара. Работая на сближение, пропускает навстречу. Біраз соққы шыны керек, ауа қармап қалып жатыр. И перевести очень много сил тратит на перевод в парту Данияр. Иә, және торға жақындамайды қазір, иә, тіпті міне ортада тұрып алған Гулобов. Вот, мына жерде бөкпеген соққы. Міне енді ығыстырып көрмекші. Торға өзі барды, қараңыздар. Гулобов. Слева здесь отлично попадает. Қапасынан айрыққа. Оңғар қарсы соққының кесірінен. Оңғардың өзі де сезгенде, бұл жерде ашық ұрысқа кіре алатын. Да, Данияр зря вот не работает на боксе. Мне кажется, он плохой бокс все-таки у него. Но здесь вот проблемы с Капой уже второй раз к ряду. Иә, бұл үшін ескерту алуы да мүмкін. Яқ, үзіліс алу үшін Капаны әдейі түкірт тастап жатыр деп рефери. Ұпайынды алып тастау мүмкін. Алдағы уақытта қайталана берсе. Гулобов тағы да джеб, қашықтықтан шабуылдау көздегені. Бапкерлер де айтады, иә, соққы және Пропустил справа. Ждал, кажется, этого движения. На себя. Гулобов. Ашық ұрыс кетті. Клинчте тәп-тәуір соққы алмас ол екеуі де. Третий раунд станет, кажется, переломным в этом поединке. Енді міне осы тұста күрес деген нұсқамалар естіп отырмыз. Иә, раундтың соңына қарай тейкдаун жасап кеткен абзал шығар. Бірақ күш қалды ма, иә? Екінші раундта әсіресе өте көп күрескен. Меньше минуты остается тем временем. Тоже заберет концовку. Но вот все-таки третий раунд, на мой взгляд. Тейкдаун бар. Иә. Және раундтың соңына дейін осы жерде ұстаса онда. Иә, соққы жасау керек ең алдымен оңғар. Жай жата бермей, иә. Міне. Аяққа тұрып қойды. Тамаша. Иә, бұл тейкдаун қазір раундты толықтай оңғарға алып беру әбден ықтим. Да, может этим действием украсть раунд. Оңғар. Раунд аяқталды. Алда бізді чемпиондық раундтар күтіп. Уважаемые секунданты, освободите клетку. Чемпиондық раундтар басталды. 4-ші раунд. Кеттік. Әзірше, иә, бір жаққа басымдылық беру қиын, шыны керек.
действительно, чемпионский поединок. Как говорит Тони Фергюсон. Не. Жақсы бастады оңға. Чемпионское движение. Ортаны қайтарып алғандай. Мұқыпшы Гулобов. Там көрініп қалып жатыр, бұл соққылары. Қашықтан, алыстан оп-оңай барлығын көріп тұр Гулобов. Недооценил, опять-таки, повторюсь, Данияр свой бокс. На мой взгляд, на руках он лучше отработал бы, на движениях, на футворке. Начинать это постоянно свою атаку с лоу-кика никакого смысла нет, потому что нога намного короче Данияра, чем у Мухипшо. Вот на таких движениях можно вот на боксе отрабатывать, затем уже подключать борьбу свою. Гулобов көп тұрып қалып жатыр. Шыны керек, белсенді болады ма деп едім бұл жігіт. Міне, джеб, калф-кик жасайды тұрып алады бір орында. Көп шабуылдай ғой. Очень острый такой, мощный был джеб. Бойзындығы біраз кедерген, шыны керек. Прессинг необходим Данияру. Бұл раундта да әзірше күрес көріп тұрған жоқпыз. Күрес бәлкім раундтың соңына қалған шығар, сонда бір раундтарды ұрлап алумен айналыспақшы. Оңғар мен егер дұрыс түсінсем, жоқ, міне бұл жол ерте кетті күреске. Екі аяқты қосуға тырысады ма, әлде бір аяқтан алады ма? Жоқ. Жоғары көшуді дұрыс көрген екен. Әзірше тейкдаун туралы айту ерте әрине бұл жерде. Болмағанда осы жерде ұстап тұру керек, егер бапкерлердің нұсқамаларына құлақ түретін болсақ. Қазір тейкдаун болмағанның өзінде. Тағы да кап. В атакующей позиции находился именно Данияр Оңғар, поэтому здесь он должен, кажется, обижаться, что его лишили позиции. Но вот уже третий Соққылардың раз. салдарынан ғой. Үшінші рет ескерту беріп отыр. Оңғар енді бір рет капасынан айырылса, онда ұпайдан да айырылады деген сөз. Да, в таком вот плотном, очень близком поединке тут недопустимо. Да, все, здесь Бауджан Жуманов, возможно, сделать правильное решение. Да, здесь консультация с главным судьей Нурбеком Джакаевым, кажется, и супервайзером турнира Нуридином Садыковым. Напомню, все-таки не рейтинговый поединок. Не болса да маңызды емес. Қандай капы ол? Мухипшоның да проблемасыңыз, е? Наказание не последовало, все в порядке. Бірнеше мәрте капа құлаған факт. Бұны тіркейге. Әзірше шара қолданған жоқ. Бірақ капасына ие болу керек енді оңғар барынша. Тағы да бір-бірін аңдып бағуда. Кім бірінші болып барады екен, е? Апперкот. Отлично отрабатывает в клинче. Возможно сменить уровни для тейкдауна. Данияру близится к концу. Четвертый раунд очень важен. Тейкдаун и контроль для Данияра. Міне осы уақыттан бастап, ары қарай тейкдаун дейтін шығар. Клинчтен шығып. Дальше необходимо прессинговать. Гулобов нет-нет, все-таки, вот, казалось бы, не работает, но где-то вот выстреливает все-таки одиночным ударом. Шынымен де, оңғар өзінің бір боксына сені бір батыл қиындағанда тәп-тәуір шығып жатыр. Да, я вот с самого начала поединка это говорил. Но почему-то вот, особенно учитывая тот факт, что где он тренируется, помимо сборов в Кыргызстане, он еще и тренируется в Алмате в команде САК. Мы знаем, что все-таки у каждого клуба есть какой-то свой фирменный почерк, а у САКа, возможно, это именно все-таки бокс, мне кажется. Я вот из всего выделяю именно это. Именно ММА бокс, скажем так. Бапкерлер, қазір күресу керек деп отыр. Раундтың соңында тейкдаун өте маңызды рөл ойнайтын шығар.
өзінің бір басымдылығын нығайтып кету, шегелеп кету керек шығар. 30 секунд до окончания 4-го раунда. Кому-то необходимо забирать. Концовка более уверена. Бұған кейін көрген раундтардың ең бір түсініксіз осы 4-ші раунд шығар, иә бізде. Да, если по первым двум... О, справа здесь попадает. Жеткізе алды. Ну, Хипшо. Және осы соңғы шабуыл Гулобовқа раунд мүне тағы да керек десеңіз. Раундтың соңында Гулобов нәтижелі болды. Уважаемые секунданты, освободите клетку, покиньте пределы октагона. Бесінші раунд. Соңғы раунд. Оңғарға бапкерлер енді нұсқамамен қатар барынша бір эмоция ынта беруге тырысты. Ну, опять-таки, да, если уже ничего не помогает, только лишь эмоциональная накачка сейчас нужна. Тем более, действительно, Нас ожидает заключительный Корняк к этому шел намного дольше. Давайте будем честны. К титулу, к такому поединку, главному событию вечера шел намного дольше, чем у Хипшо Гулобова. При всем уважении к Гулобову, при всем уважении к его рекорду, к его регалиям. Но, и поэтому такая эмоциональная накачка должна быть в углу Данияра. Раунд шықты қолдауынан. Кетті, бұл 5-ші раунд. Завтра не было стыдно за свое выступление. Здесь, конечно, ну, я думаю, что надо принять какое-то решение уже. Все, кому-то вот должен, да, все, должен замолкнуть. 5 раз уже. Минус бір ұпай. Бұл жекпе-жектің тағдырына өте қатты әсер ететін. Да. Бұндай жекпе-жектерде әсіресе. Особенно если мы вспомним, некоторые раунды были близкими, да, непонятными. Явных раундов, ну, по большому счету, у Данияра сколько было? 2, да? Примерно. Екеудегі болатын шығар. Явных прямо, где он забрал. Здесь уже второй раз, между прочим. Здесь тоже можно желтую карточку дать. Тігінен жасалынған соққа. Елден төмен кетті. И здесь можно по карточкам дать 2. Өкше тигенде, иә? Өкше тиді. Келіспейді өздер. Ну, келіспейді дегенде, ну, удар же был, правильно? Второй раз уже подряд. Аяқтың жоғары жағын айтып отырған болар. Я саусақ Давайте, да, тиді дегенде. Бірақ өкшеде тиді ғой. Өкше қалай тигенін қараңыздар. Вы должны понимать, почему такое нервное вообще, на самом деле, вокруг напряженная обстановка, потому что титульный поединок так или иначе. Да, Тазабек Баянов верит в бокс Данияр Оңғара больше, чем сам Данияр Оңғар верит в свой бокс. Понимаешь, вот настолько Тазабек Баянов знает, что пройдет, ведет, хватасын дейді. Ал көрейік ендеше. Вот хотел бы доказаться в такой команде, где есть Тазабек Баянов. Я бы лично хотел бы быть бойцом в команде, где есть Тазабек Баянов. Қарайық міне қазір тағы да бір мәрте. Өкшеге назар аударыңыздар бұл жерде. Чуть ниже нога там спустилась, как будто бы, да, после удара уже нанесения, да? Жауынгерлерге қолдау көрсетейік, Айспайрана! Жекпе-жек жалғасады. Джеб.
Не хочу, конечно, форсировать события, но Данияру необходимо явно забирать 5-й раунд. Либо же работать над тем, чтобы финишировать своего оппонента, досрочить. Айқын басын кем дегенде айқын басын иә өйткені бір ұпайды қайтару керек қой жаңағы демек 10-8 деген көрсеткіш керек кем дегенде соны ұмытпайық Не то, 10-8 барлық 3 төреші беру керек оған. Иә. А такое, ну, редко бывает. иә ММА-де әсіресе өте сирек кездесетін дүние тейкдаунның есі шықпайды әзірше өте жақсы қорғанып отыр Мухитшо Гулобов. Қорғаныстар барлығы жақсы. Гулобов аяқ ұзындығын өте тамаша қолданды. Но вот Данияру вот с этой позиции поединок не выиграет. Иә. Забыть необходимо про свой первоначальный план. Работать уже на эмоциях и работать от бокса, уже от стойки. Потому что ну, там хотя бы шанс есть потрясти своего оппонента и, возможно, добить в партере. Және осы жерде өзі соққы өткізіп жатыр байқасаңдар. Да, вот он урон он получил больше именно в этой позиции у сетки, нежели в стойке, на самом деле. Если вспомнить по некоторым отдельным раундам. Иә. Әсіресе екінші раундта өте қатты білінді, сондықтан шынымен де. Ну и опять-таки тоже не забывайте, что система оценивания, скажем так, баллирования в ММА, она каждый раз меняется. То есть какой-то судья может сказать, ну, контроль у сетки без какого-либо урона, оно сейчас не оценивается. И... Иә, міне тағы да қапасын орнына қайтарды рефери, және ешқандай бір 2 минуты до окончания этого поединка. Міне тағы 4-ші раундтың соңындағы комбинация, иә? Гулобовтың орындауында. Гулобовтың өзі міне қазір оңғарды артқа шегінуге мәжбүрлеп отыр. Да, что понимает важность последних минут, особенно для визуального восприятия боковых судей. Все-таки был этот парень в титульных поединках. Завоевывал пояса, защищал свои пояса. Иә, мен шыны керек 5-ші раунд әлдеқайда бір белсенді шабуылдар күтіп едім. Қазір міне тым бір алыстан кетіп қойған шабуыл және мойынды жақсы алды қазір. Осыдан өніп тұр. Тамаша, позицияшылығы шаққалды. Спину забирает. Даже если будет имитация атаки с бэкмаунта, это уже хорошо для судей. Уже они могут сделать заметку, поставить плюсик. Раунд Гулобовқа кетіп бара жатқандай, шыны керек. Думаю, да. И как будто у Гулобова с этой желтой карточкой вот шансов стать новым чемпионом больше становится. Ол да өте маңызды рөлін может өткен сөз. вписать свою историю как второй чемпион из Таджикистана Лиги Октагон. Тамаша. Бүйірден соққы бар. Дәл осылай уақыт ұтып алса да болады бұл жігітке қазір. Уақыт созатын анық. Әдіс жасауға асықпайды әрине. Бэкмаунт. Толықтай бэкмаунт бар. 30 секунд. Қателесті. 20 секунд, шанс для Данияра что-то изменить по ходу этого поединка. Бірақ партерде ұстап қала алмады өкінішке қарай. Енді тағы да сол үйреншікті позиция, қарсыласы торға тіреген оңғар. Тейкдаун болмады, керісінше өзі қазір тіпті қарсыласының астында қалып қойды. Гулобов шынтақ салып үлгерді бұл тұста. Жекпе-жек аяқталды. Төрешілердің шешімін күтеміз. Қандай қорытындыға келді екен? 5-ші раунд сөзсіз Гулобовтың еншісіне кетті. Және де Минус бір ұпай бар екенін ұмытпаңыздар. Успел здесь пообщаться с президентом Лиги Октагон, Нуридином Садыковым, но и господин Нуридин Садыков сказал, что нет, пока иди туда, там пообщаемся. Сложно, конечно, будет судьям, не забывайте про желтую карточку, ну и, конечно же, не хочу на этом спекулировать, но вот урон на лице, конечно же, Данияра, Оңғара и Мухитшо Гулобова, конечно, это не сильно влияет на
судейский итог, но так или иначе, я думаю, от этого также будут люди отталкиваться. Ждем официального судейского решения. Напоминаю, это главное событие 89-го турнира Лиги Октагон. И мы услышим сейчас And New. Может ли сотворить историю Боксов Лобов, став вторым чемпионом Лиги Октагон из Таджикистана, или же Данияр Онгар все-таки продлит свою победную серию и раз таки таким выступлением и статусом нового чемпиона лиги. Мы благодарим бойцов за зрелищный поединок. АСП Арена, дайте шума! По итогам 5 раундов, большинством голосов, победу одержал и становится чемпионом Лиги Октагон в полулегком весе Данияр Онгар! Данияр Онгар дейді. Төрешілердің шешімі